Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандарым. Бүгін кешкі асқа ауызашардың 9-шы күнінде өте керемет, дәмі тіл үйіретін, жасалу жолы ерекше болатын тай қуырдақты дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді жаза өтіңіздер. Бисмилля деп бастаймыз. Үйдегі кез келген малдың етінен осындай ұсақ 4 бұрышты бөліктерге бөліп, етімізді кесіп аламыз. Еттеріңіз үлкен болып кетпесін, осындай кішкентай 4 бұрышты болып керек. Енді бір үлкен пиязымызды да 4 бұрышты қылып тураймыз. Жалпы бұл қуырдақтың ерекшелігі өзінің еті де, қосатын құрамдары да осындай 4 бұрышты болып, кішкентай болып туралу керек. Құрметті оқырмандарым, каналға тіркелмесеңіз тіркеліп, қоңыраушаның үстінен басып қоюды ұмытпаңыздар. Енді асты қызып тұрған май құйылған қазанымызға турап алған еттерімізді саламыз. Етімізді жақсылап тұрып араластырамыз. Енді тай қуырдағымызға қосатын картоптарымызды да дәл солай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Қатты үлкен де болмайды, өте қатты кішкентай да болмайды. Осы видеода көргендеріңізде етіп турап аламыз. Бұл тай қуырдаққа етті де, картопты да өздеріңіз көз мөлшеріңізбен керегінше қосасыздар. Енді асты қызып тұрған май құйылған табамызда немесе қазанымызда осы турап алған картоптарымызды аз-аздан осы табамызға сиятындай етіп сала отырып қуырып аламыз. Кішкене ғана қызарғанша қуырамыз. Қатты да қуырып пісіріп жібермейміз. Себебі бұл біздің қуырдағымызбен қазір араластырамыз. Сол кезде езілмей өте жақсы болып піседі және өте әдемі болып дастарханда да көрінетін болады. Кәдімгі бауырсақ қуырған секілді қуырып аламыз және қасығымызбен қайта-қайта араластырып тұрыңыздар, себебі бір жағы қатты қызарып күйіп кетуі де мүмкін. Және осылай майынан барлығын бөлек сүзіп аламыз, бөлек ыдысқа түсіріп аламыз. Дәл осы тай қуырдақтың рецебін қазіргі кезде мастер-класстарда ақылы түрде үйретіп жатыр. Ал мен сіздерге YouTube каналымда ауызашарға ораза айында жасасын деп тегін рецебімді шығарып отырмын. Құрметті достар, сол себепті сіздер каналымның дамуына кішкене болса да үлестеріңізді қосып, осы видеоны достарыңызға, туыстарыңызға, таныстарыңызға WhatsApp группаларда, басқа да әлеуметтік желілерде поделиться етіп, бөлісуді ұмытпаңыздар. Етіміз жақсылап қуырылып жатыр. Енді үстіне туралған пиязымызды салып, тағы да сарғайғанша қуырамыз. Және дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып араластырамыз. Енді етіміз қуырылғаннан кейін үстіне жаңағы қуырып алған картопымызды саламыз. Енді картопымызды езіп алмай, жайлап, барлығын жақсылап тұрып бір араластырамыз. Арасында піспей қалған картоптарын барлығын толығымен пісу үшін орташа отта 10-15 минуттай қуыратын боламыз. Асты қатты жабысып қалмасын, кішкене су тамызып жіберсеңіздер болады, бірақ суын көп құймаңыздар. Өзінің майына да өте жақсы болып пісетін болады. Міне біздің тай қуырдағымыз дайын болды. Өте керемет, қонаққа да ұсынсаңыздар, көпшілікте дастарханыңызда да өте әдемі болып сәнін беріп тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, барлығыңызға ұнайды деген ойдамын. Баршаңызға ас болсын, ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын.